Құрметті жарысқа қатысушылар, 10 минуттан кейін жарысымызды бастаймыз, және де төрешілер бас төрешінің столына келулеріңізді сұраймыз. Самат! Балалар жиналып жатыр ма? Не ағай? Дидар қайда? Осы уақытқа дейін ұбт-ға кім қандай дайындықпен келгенін көретін боламыз. Тренировка не істедің? Соның бәрін дұрыстап жақсылап қайталап ұқтың ба? Жақсы. Давай. Қошол, давай. Қорқпай күрес. Че там? Үлгеріп жатсың ба? Мұқият қарап, дұрыстап, асықпай жауап береміз. Жақсы ма? Мына доңғалақтың ішінен шықпай, анықтап қойыңдар. Әділ! Давай! Вот, тұр деді! Көре бер енді. Кетті ғой, кірсеш! Кір! Аяққа ұмтыл, аяққа! Жаса! Кір, тұр! Не болды, Дидар? Жаңсапырай сау болыңыз. Аяға проб тапсырып жатқан не болады деген сен шығасың бұл. Кет. Кет. Нұшу, қайда жүрсің? Біресе тренировкаға кешкесін, біресе келмейсің. Жарысқа кешігіп тұрсың ба? Ағай, аяғы проб тапсыр. Қайдағы пробмен? Мын жақта жарыс болып жатқанда. Жарыстан кейін саған 20 горячий. Бар, тез кейін. Тренировка жасадым, не істеу керек екенін. Самый главный асық уақытың ба? Давай. Қысқарт жүні, расстояние қысқарт. Не шоқ? Не болса үшін аяғында 2 балды бірақ бердің оны? Ой, ағай, финалда ма? Финалға өткен маңызды емес бұл жерден. Просто сопернигің слабый болды. Сенен мықты біреу шықсыншыны. Партыңдағы әңгімен бәрін шешіп тастайтын еді. Қазір уже финал, түсінесің бе? Вообще босауға болмайды. Жасай. Дайынсың ба? Дайынмын. Самый главный мені тыңда. Ұқтың ба? Мен не айтамын, соны істе. Маған ақылсыз басқа бірдеңе істемеңдерші. Соперник мықты, былтырғы чемпионмын. Контрольда ұстама. Аяқ қолын жібермені. Ұқтың ба? Ұқтым ой. Атаковать етпе өзің алдыға шығып. Самый главный осы болды. Давай, берме. Ашып қастаста. Грязы күресіп жатыр, ағай. Кеш. Сене тура былтырғы ашыппен қайталап тұрсың, жақсылап ойлан, күрес, ақылға сал. Ананы ашытпас күт, и все. Бала, күреспейсің ба? Че ты сискимнешь? Покажи эффектную борьбу. Победи его, на. Че ты тупишь нафиг? Давайте өзі күресін, потом сөйлесесің не болған. Смотри, давай. Сосын сөйлесесің. Дұрыстап күресін. Күресен. Не позор меня. Бері қара. Мені тыңда, түсіндің ба? Маған қара, мені ғана тыңда, түсіндің ба деймін саған? Тек мені тыңда, ұқтың ба деймін саған? Жинал. Давай, сен қолыңнан келеді.
Самат, давай! Қол берме, абайла! Шыда! Тұр! Тұр деймін Самат! Тұр! Ей, тұрсашы! Күреспейсің ба? Сен маған қарашы. Мен батям 7 жыл бойы бір схваткама келген жоқ, бір жарысыма келген жоқ. Так, не істеп тұрсыңдар? Қазір за тройку, потом финал. Жіберме! Жіберме! Молодец! Молодец! Давай осылайсың! Мырзам! Үшінші орын құтты болсын. Красавчик. Оттың ба не? Оттым ғой. Бағана полуфиналда тура осылай күресу керек еді. Сен давай. Дайындал. Ошо финалда алуға тырыс. Давай, настраивайся, кеттік. Давай, удачи. Жетістікке жету үшін талант керек. Болмаса көп еңбектену керек. А сенде екеуі де жоқ. Агілемде ортаға ақтық сынға 60 кг салмақ дәрежесінің палуандар шақырылады. Қызыл бұрыштан Омаров Дидар, Алатау ауданы, көк бұрыштан Байғожин Дәурен, Медеу ауданы. Асықпа. Во, осылай. Во, міне. Жық, айналды. Дейте. Красавчик. Еще очко. Можешь. Вот. Один. Кел. Айлануға бермесеші. Енді асықпа. Түсіндің ба? Енді асықпа. Агрессивный жұмыс істе кішкене болса да. Жали. Течение первых замечаний. О, самс. Жали. Асықпа. Дидар! Стоп. Дидар, ашуланбашы, уақыт бар ғой әлі. Тұр. О, самс. Центр. Шығ анда. Сука, тостап көрсеге! Сука, тостап күресін! Сөйлесем, нахуй! Баршы! Бергенді баш деме! Сен көшеде жүрсің ба, не? Бұл спорт! Білет, осыдан кейін төбелес келген туралы естің. Спорт залының есігін ашпайтын болсындар. Түсінікті ма? Және де 60 кг салмақ дәрежесінде екінші орын алған Омаров Дидар марапатталады. Еңсеңді көтер. Жеңісті күндер әлі алда. Үш күн бұрын баламыз мектептегі математика жарыстан 3-ші орын алды ғой. Құтты болсын. Қазір оқудың заманы ғой. Достарымыз келіп кәдімгідей 2 күн тойладық қой. Айтпақшы Дидар, сен биыл 11-ші сыныптасың ғой. Қайда түскелі жатсың? Медицинскийға дайындалып жатыр. О, жақсы ғой.
Дұрыс, бір үйге бір дәрігер керек. Дәрігердің оқуы өлмейтін мамандық қой. Оның үстіне таза жұмыс. Біз сияқты шаң астында жүрмейді. Ол дұрыс қой енді, бірақ Дидар күреске барып жүреді ғой. Күрес ертеңнен бола ма? Кішкентай кезінде қызықты, қатысты, барды, көрді. Балалық қой. Қазір дәрігердің оқуына дайындалып жүр. Шай алыңыздар. Думан, сенің жағдайың қалай? Жақсы. Жұмыс, сол ақырындап. Айтпақшы, Астанаға ауыстырайын деп жатыр. Айтпап едің ғой. Жақсы болған екен. Жақсы ғой. Үлкен қала, жаңа жер. Әйтпесе мынау Алматыда квартирадан квартираға көшіп шаршадық. Негізінен осы қара шаңырақта да қала берсек болатын еді. Үйдің кенжесі ғой қайткенмен. Бірақ Думанды білесіздер, ақ көңіл. Апайым мен жездемнен ұят балалары бар деп. Енді жалдамалы пәтерлерде сандалып жүргеніміз мынау. Жанар, анда нең қалып еді? Жүр саған көмектесейік. Айман, тұра ғой. Мен темекі шегіп қайтайын. Марат. Мәселе былай ғой. Мұнайды сату керек. Жақсы, жеңеше. Жақсы, Марат аға. Сау болыңыз. Жақсы мәке. Жанат сау болыңыз. Жақсы жанар. Сау болыңыз. Жақсы, аман болыңыздар. Марат, не болды? Марат дейм. Не болған несі? Бауырларың үйден қуып жатқан жоқ па? Марат, ешкімізді қуған жоқ. Олар жағдайды адамша түсіндірді ғой. 3 айдан кейін кетіңдер деген адамша ма? Енді қызықсың сен. Оларды да түсінуге болады ғой. Думан Астанаға кетіп жатыр. Біз үшін қаңғыру керек па? Оның үстіне әйелі 2 қабат. Бізге оңай ма не? Марат, енді біз 15 жыл бойы тұрдық қой осы үйде. Осы уақыттың ішінде үй сатып алып емес, үй салып алатын жағдайымыз болды ғой. Қойшы. Вот такие молодые, вышли на Софию, вышли мы по красоте, ай-хай, в сети. И все равно было делом то, что ты этого хотел. Все, что я хотел, был это наши насыпи. Айтмырсың бәрібір сол күндерді жүрегім жол себеп сүкірлетпейтін бол не керек саған ол Москва Бекс, Дидар екеуі сосын малылар бар. Ертең кешке бестен көрейдесіңдер. Кешке дайынсың. В смысле сен Бористі әңгіме айтпақсың? Мына айт соны не? Мен үшін ма соны не? Остальной пацанам они прикинь за мной. Байқамайсың ба? Көзің жоқ па? Не? Короче, жігіттер, даталыға құлағанша істеп тастаңдар. Дидар, сен қара адикта сағиды өзің аласың, түсіндің ба? Түсінбеймін. Жігіттер, тупить етпеңдер, түсінікті ма? Все, братан. Кеттік, ехал.
Че там, жігіттер? Давайте! Давай, бег! Хорош, делай! Ушан, сюда, делай! Давай, бег, давай, хорош, давай, кумеке! Аюма, бег, давай, Кумекте сюда! Хорош! Давай, делай! Берген. Дайыр жіберейін мен. Пробнойдан 18 бал алыпсың ғой. Мұғалімі хабарласты. Тестілеуден де қашып кетті дейді. Жарыс болған. Қайдағы жарысы? Мен саған оқы дедім ғой. Ертең ұбытыдан 18 бал алсаң не істейсің сен? Меке, әлі уақыт бар ғой. Қайдағы уақыт? Уақыт деген сымырап өтіп жатыр. Көзді ашпен қойшы өтіп кетеді. Дайындалам, Меке. Қашан дайындаласың сен? Кімге сен үшсің? Ағаң бар ма? Жоқ, көк тіреп тұрған көкең бар ма? Бар ма? Онда оқы. Ертең грантқа түсе алмай қалсаң, оқуыңды кім төлейді? Мен бе төлейтін? Мен төлей алмайым. Сосын жүресің. Бір жерде охранник болып. Солай жүргің келе ме? Жүргің келе ме? Ендеше оқы. Мен сені түсінбеймін. Не ойың бар? Күрес саған не береді? Меке, мен чемпион болғым келеді. Чемпион. Түрін қара чемпион. Ал жарай чемпион болды делік. Сосын не істейсің? Сол медальдармен асырайсың ба бізді? Жауап берсеңші. Жарайды, күреске кет делік. Ертең бір жерін сындырып алсаң, күреске жарамай қалсаң, бір қыра. Жүр біздің жұмыста біреу. Чемпион. Өмір бойы күреске қатысқан. Бір травма алды болды. Қазір ешкімге керек емес инвалид. Әлде сондай болғың келе ме? Әкесімкі. Көлдейін. Жомайды. Енді күрес туралы естейтін болсам, мойныңды жұлып алам. Бағана жұмыста отыр. Осы үйді өзімізге қалдырсақ деп ойладым. Біздің жиған тергенімізде жоқ қой. Табамыз. Мәшіне бар. Кешке таксовать етемін. Негізі бар ғой.
демалыс күндері базардан тағы бір точка ашуға болады. Бірақ тұратын адам іздеу керек. Іздеп қайтесің, жүрген жоқ қана. Көмектеседі. Күшін қайда жұмсарын білмей жүрген жоқ. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Мұнда қайдан жүрсің? Жоқ болып кеттің. Ағай, үйдегілерге көмектесіп. Кешірім сұраймын ағай. Айтпағаным үшін. Дидар, мен тренер болып жүргеніме 10 жыл болды. Балдар тани білем. Кім күресе алады, кім күреспейді, соны жақсы тани. Сен күрессең жақсы результат көрсете алатын боласың. Не жүрсің бұлай? Ағай, үйдегілерге көмектесіп болмайды ағай. Сабаққа да үлгермей. Әкем де қысады ар жақтан, медицинскийға түс деп. Жан жақтан ағай қысылып кеттім. Үйдегілердің жағдайы сәл қиындау болып жатыр ағай. Ал не енді? Дидар, мен саған қашан қайтам? Көшеге ұртқан уақытында лучше тренировка қырына. Әкең дұрыс айтады, көмектес, бәрін істе. Бәріне үлгеруге болады, түсінесің бе? Потенциалың бар ғой, құртпаса өзің. Сабағыңды да істе, жұмысқа да көмектес. Тренировканы да қалдырма. Бір айдан кейін облыс болады. Егер облысты жеңсе, уже республикаға кетеді, Қазақстанға. Сен жүрсің төбелесіп қырылып. Уже ертең таңертең біз жарысқа баратындарды жинап жатырмыз. Көшеге кетірген уақытында лучше тренировка қарындысыш. Көше сен құртады, түсінесің бе? Келем десең саған қашанда есік ашық қой. Қандай тақырыпқа шығарма жазу керек? Менің арманым. Онда жаз. Менің арманым дәрігер болу. Тоқташ, неге сен айтып жатырсың? Сен менің арманымды сұрамадың ғой. Сенің арманың қандай? Әнші болғым келеді. Онда тыңда. Әкем саған әнші болуға рұқсат бермейді. Неге бермейді? Ол менің арманым ғой. Өзім білем емес пе? Ал сен арманың қандай? Сен арманың қандай деймін? Менің арманым Бүгін тек приемдарды атырап отырсаңыз түсінікті ғой, Новичоктар жандарыңа дұрыстап тартыңдар. Разминканы бастаймыз. Салам. Барыңыз. Мұнда қайда тұрсын? Ағай, мен чемпион болам. Дәрігер болу, ол менің қалауым емес. Чемпион болу арманымнан бас тарта аламын ба? Оны ары қарай төмендегі сілтемеде өтті, келесі серияны қара. Оқуға түсейін деп жүргенде әкем қайтыс болды. Енді менің орныма ұлым дәрігер болады. Сәлем, қалайсың? Сәлем. Әдем болып тұрсың. Қайсың жеңесіңдер? Солар облысқа жарысқа барасыңдар. Ба, мен бір жерге оқып кетейінші. Қайда? Бір жерге Дидар! Сен чемпионатқа барады деп дайындап жүрміз ғой біз мұнда. Ай қарап жүрміз баны. Не істеп жүрсің сен өзің?